Жұлдызды жаңалық, жылдам хабарнама, Қайрат Нұртас жол апатына ұшырады. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликті соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Қайрат Нұртас жол апатына ұшыраған болатын. Бір өлімнің аузынан қалған әнші сол кездегі жайттарын әңгімелеп берді. Ол қиын сәтте болған кезде жанында санаулы адамдар ғана болғанын айтты. Менің ең қорқынышты нәрсем жалғыздық. Әкешімнің айтуынша, өмірде жаныңда санаулы ғана адам қалады. Олар әйелің, жанұяң, туыстарың және бірнеше ғана досың қалады, дегендері есімде. Сондықтан сол жақындарымды бағалай біліңіздер. Осыдан асқан байлық жоқ емес. Расында, басымнан өткен күндер ауыр жағдайлар көп. Сол кездерде қол ұшын бергендер санаулы. Жол апатына ұшырағаным әлі есімнен кетпейді. Ұзақ өмірім көз алдымнан өтті. Ауруханаға жаңа өмірге келгендей болдым. Өмірімді бағалай бастадым. Жалғыздықты сол кезде сезіндім, дейді әнші. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жұлдыздардың өмірінде болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.